Мемлекеттік реттеуге байланысты 22 жылдан бастап осы күнге дейін 3 жылдан астам біздер мұнай өнімдерінің бағасын, шектеулі бағаларын реттедік. Сондықтан бізде басқа елдермен салыстырғанда баға төмен. Бірақ қазіргі таңда біздер біртіндеп мемлекеттік реттеуді тоқтатып, нарықтық тәсілдерге көштік. Көршілес елдермен салыстырғанда біздегі бағалар 40%-дан бастап 136%-ға төмен. Демек, бірінші біздің мұнай өнімдеріміздің бағасы төмен болғандықтан, онда басқа елдерге сұр экспортпен ағындар күшейіп кетті. Екінші, заводтарымызды кеңейту үшін және жаңа заводты соғу үшін бізде инвестиция тарту үшін қаржыландыру көздері жоқ. Үшінші, бюджетке де салықтар мен акциздер төмендеп кетті. Салықтар мен акциздер бюджетке барғанда ең бірінші қарапайым халық үшін көмек. Бұл атаулы төлемдерді жасау үшін керек. Ол бір. Әрқашанда бұл экономика, әр елдің, дамыған елдің экономикасы тап осылай жасайды. Бұл салықтар мен акциздер әлеуметтік объектілерді соғу үшін пайдаланады. Бұл емханалар, мектептер, балабақшалар, автожолдар. Ал соларды соғу үшін жаңадан жұмыс орындар ашылады. Құрылысшылар, тас қалаушылар, сырлаушылар, монтажшылар деген сияқты жұмыс орындар ашылады. Ал оларды іске қосу үшін тағы да қосымша жаңа жұмыс орындар ашылады. Мұғалімдер, тәрбиешілер, жолшылар деген сияқты, жүргізушілер. Бір мұнай саладағы бір жұмыс орнына қосымша 3-4 жұмыс орны ашады. Айналадағы орысшасы смежный. Айналадағы жұмыстар үшін, сервис үшін қосымша жұмыс орнында ашып береді. Пайдасы осы. Және олар жұмыс істегенде, әрине олар да салықтарын да төлейді бюджетке. Демек, қаржы осылай айналып тұрып, экономика осылай жасайды дамыған елдерде. Қазіргі таңда біздер экологиялық класс К4 мотор отындарын шығарып жатырмыз. Автобензиндер бар және дизель отыны. Ал болашақта К5-ке көшуіміз керек. Бұл экологиялық классы жоғары болғандықтан, онда зиянды заттар, зиянды шығындар ауаға төмендейді. Экологиялық таза көліктерді енгізу үшін ең бірінші біздер мұнай өнімдерінің сапасын көтеруіміз керек. Мотор отындарының класын, экологиялық класы К4-тен қазіргі таңдағы К5-ке дейін көтеру керек. Дамыған елдер сияқты, оның ішінде ақш бар, оның ішінде Корея, Жапония сияқты елдер, Европадағыдай, олар тіпті К5-пен тоқтамай К6-ға көшіп жатыр. Міне осы бірінші, осыдан бастауымыз керек.